Сәлем достар, бүгін мен қолдың қытырлақ табананын дайындайтын боламын. Ең алдымен жылы сүтімізге жылы суымызды қосамыз. Оның үстіне бір шай қасық қантымызды саламыз және де жақсылап араластырып аламыз. Қант ерігенше үстіне бір ас қасық ашытқымызды қосып және де тағы да жақсылап араластырып аламыз. Келесі осының үстіне електен өткізілген ұнымызды себеміз. Шамалы ғана себесіздер де жақсылап араластырып аласыздар тағы да. Енді осы ашытқымыздың бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қалдырасыздар. 10-15 минут өткеннен кейін біздің ашытқымыз міне осылай көтеріліп, уже реакцияға түсіп тұрады. Содан кейін үстіне бір шай қасық тұзымызды салып, алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Қамыр дайын болғаннан кейін де жақсылап басып, үйін қандырасыздар. Содан кейін дайын болған қамырымыздың осылай шеттеріне сұйық құйып, бетін жауып, 30-35 минутқа жылы жерге қалдырасыздар. 30-35 минут өткеннен кейін біздің нанымыз осылай көтеріліп тұрады, қамырымыз яғни. Содан кейін үстінен тағы да басып жібересіздер. Біраз үйін қандырып басу керек. Жаңағы сұйық майды құйғаннан кейін біздің қамырымыз жабыспай осылай әдемі болып көтеріледі. Енді арнайы осындай нан пісіретін формаға салып, міне осылай домалақ қылдырып форма жасап, бетін жауып, 15 минутқа тағы да қалдырасыздар. 15 минут өткен кезде міне біздің қамырымыз үлкейіп көтеріледі. Енді осы үлкейіп көтерілген нанымызды алдын ала 150 градуста қызып тұрған пешімізге салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің табананымыз дайын болды, өте оңай дайындалады, әрі өзі қытырлақ, сондай күшті дәмді болып шығады. Осы табананды дайындаған сайын өзімнің бала күнім есіме түседі. Ыстықтай суытпай жеп қоятынбыз бала күнімізде. Рецепті көріп отырғандарыңызда мүлдем қиын емес, өте оңай дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіз, және де видеоның соңында менің рецептіме лайк басып, астына комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз.